ауыттығын 30 метр деп шешіп алайық мысалы, дұрыс қой? Мәренің шетінен 30 метрде офсайдтық линия сызылады. Сол мәренің бойымен, яғни домалақ былай, диагонал, жартылай домалақ. Екі жақтан әр жақтан да жоғарғы мәреден, төменгі мәреден. Егер офсайдтық линияның ішінен келіп серке түсіп қалатын болса, сол жерде дода болады да, көтерген жігіт айналдырып, мына офсайдтық линиядан шығып, қайта кеп тастауға міндетті. Егер шауып келе жатқан мәренің үстінде де түсірмей, басқа біреу алатын болса, жаңағы офсайдтық линиядан шығарып, қайтып алуға міндетті. Өтетін федерация той басқаратын кісілердің барлығы офсайдтық линия сызу, дау туындамау үшін сызуға міндетті. Ол жаңағы аппақ қаппен ба, үлкен немен ба білініп тұру керек, және де бүкіл жаңағы шабандозға бәріне ол түсіндірмелі тойдың басында жүргізіп өтеді. Ауытқа дейін 25 метр болады. 25 метрдің арасы кетсе, ауыт болады. Ал ауыттың кез келген жақ, мінбенің арты болсын, жағы болсын, жоғары жақ болсын, ауытқа шығып кеткен кез келген серке тура ортаға келіп тастайды. Дұрыс қой? Содан кейін жолдан түсіп қалып, мәреге жақын жерден қайта көтерілген серке 30-40 метр жер айналып қайта келу керек қой. Соған арнайы сызық сызылады. Ол сызық әзірге барлығына түсінікті болу үшін тек сол айналып келген серкеге қатысты, бірақ регламентке сәйкес офсайд сызығы ретінде пайдаланылады. Келістік пе? Осыған дауыс берейік. Кім иә? Жақсы, барлығы бір ауыздан иә деп дауыс берді, қалыс қалғандар жоқ. Демек, құма көкпар алаңының сызбасы дәл осылай белгілі. Ережеге пікір жетпейміз. Қазір біз осы ережені бекіткеннен кейін келесі жылы, яғни 2025 жылы дәл осындай конференция қайта ашылғанға дейін ережені ешкім ешқайда өзгерте алмайды. Бүгінгі ереже қалай бекітіледі, сол ережемен барлық өңірлер республика бойынша мейлі